Мұра зияткерлік мектебіне қош келдіңіздер. Сіздерді Мұра зияткерлік мектебімен таныстыратын боламын. Мектебіміздің кіре берісінде күзет бөлімшесі орналасқан. Міндетті түрде қазіргі таңда әрбір ата-ананың кіріп шығуы және оқушының кіріп шығуы терең бақылауда. Мектебіміздің ауласы толық қоршалған. Балалар мына үзіліс уақытында сыртқа шығып кету қаупі өте қатаң сақталады. Себебі көшеге де қазір көліктер көп жүреді, сондықтан да бізде балалардың қауіпсіздігі үшін міндетті түрде қауіпсіздік жүйесі терең бақылауда. Мектебіміз толыққанды мына камералар жүйесімен жабдықталған. Мектептің іші және сырты, асханасы барлығы толық камерамен, бейне бақылауменен бақыланады және ол сақталып тұрады. Қандай да бір оқиға болсын, керек десеңіз балалардың мынау жүгіріп жүріп құлап қалғанның өзін біз камерадан қарап, қалай құлап қалды, біреу итерді ме, ойнап жүріп құлап қалды ма, соған дейін анықтай аламыз. Мұра зияткерлік мектеп 1-ші және 11-ші сыныптарға арналған, оқушыларға арналған мектеп. Мектебіміздің басты бағыты ағылшын және математика пәндері тереңдетіп оқытылады. Және мектебіміздің екінші ерекшелігі таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін балалар осы мектеп қабырғасында болады. Сонымен қоса 2 уақыт тамақ беріледі мектепте. Үй тапсырмасы мектеп қабырғасында орындалады. Сонымен қосымша ментальная арифметика, робототехнология, домбыра сияқты үйірмелер осы мектеп қабырғасында бірге жүзеге асырылады. Мектебімізде бүгінгі таңда 197 оқушы оқиды. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші сынып осы жақында ашылды. Қазіргі таңда мектебімізде 35-40 мұғалім жұмыс жасайды. Мұғалімдердің ерекшелігі сол, бізде бастауыш пәнінде мысалға математиканы арнайы тек қана математика бағытындағы мұғалімдер ғана сабақ береді. Ағылшыннан кәдімгі шетелден келген Шафқат мырза деген мұғаліміміз бар. Америкадан келген носитель языка, не қазақша, орысша білмейді, тек қана ағылшын тілінде сабақ береді. Сонымен қосымша ағылшын дамытуда 3-ші мұғалім Дәулет деген кісі сабақ береді. Бұны айтып отырған себебі, мысалға 4-ші сыныптарда бір ағылшын пәнінен 3 мұғалім сабақ береді. Яғни негізгі стандартты орындау бағытындағы бір мұғалім, қосымша Дәулет ағай және онымен спикинг клабты дамыту мақсатында Шафқат носитель языка береді. Яғни аптасына 8 рет ағылшын болады. Математикада тура солай. Математикада түске дейін негізгі мұғалімдер сабақ береді, түстен кейін математикадан қосымша болады. Аптасына 8 рет математика, 8 рет ағылшынша оқытылады. Себеп балалардың бағандай білім дағдысын жылдамдатып көрсету. Мектептегі аудиториялардың, мектептегі сыныптардың барлығы осындай бірдей форматта жабдықталған. Әрбір баланың жеке киім қоятын орны, сонымен қатар әрбір балаға арналған жеке парталар, сосын қатар біздегі мектептің тағы бір ерекшелігі, бізде кәдімгі интерактивный панели доскамен жабдықталған. Барлық сынып бірдей. Себебі бұл жерде мынау интернетке қосылған, бұл жерде ноутбугын қосып алып бағандай видеоларын көрсетуге де болады. Сонымен қатар бағандай жазуға да болады. Бұл өте мұғалімнің уақытын үнемдеуге өте жеңіл. Және әрбір баланың өзінің жеке мынандай бутылкаларын бердік, су ішуге арналған, ол жерге аттарын жазып қойғанбыз. Яғни әрқайсысы өзінің бутылкаларымен су ішеді. Күнде ертеңгісін сабаққа келердің алдында біздің медбике осы бутылкалардың барлығын тазалап, оларға кәдімгідей су құйып береді. Мектепте кәдімгідей фильтр орнатылған арнайы су жүйесі бар. Сосын екінші тағы да бір айта кететін жүйе, мектебімізде балалар сумка тасымайды. Яғни олардың барлық оқу құралдарының барлығы осы мектепте қалады. Яғни бала ертеңгі күннің сабағын осы мектеп қабырғасында өзі орындап, дайындап, аяқтап кетеді. Яғни сағат 5-те барғаннан кейін бала ары қарай еркін түрде ата-анасымен ойнап, болмаса бағандай ертелік демалып, үй тапсырмасын осы мектепте проблемасын шешіп қайтады. Мектебіміздегі тағы бір айта кететін ерекшелік, бұл біздің Book Reader деген құрылғымыз. Бұл жерде барлық кітаптар жүктелген. Қарап тұрсаңыз, міне көрініп тұрған ана тілі, музыка барлығы осы
бул ридердің ішінде. Бул ридердің ерекшелігі бұл міндет кәдімгі медицина сарапшыларының менен нұсқауы бар. Бұл ешқандай көзге зиян емес. Қанша қарасаңыз да баланың көзіне еш зияны жоқ. Және бұның ішіне барлық кітаптарды біз жүктеп қойғанбыз. Мысалы ана тілін басып қалатын болсаңыз, ана тіліндегі өтілген тақырып осылай тұрады. Яғни кейбір кезде мынау бағандай кітапты ақтарып алып салып, оның ішіндегіні қайта қоюға қарағанда бұл электронды жүйе өте жылдам және баланың жұмыс жасауына ыңғайлы. Бұл әрбір балаға 197 бала оқиды, 197 балаға жеке бул ридер берілген. Мектебімізде мынау фильтрленген су жүйесі бар, яғни бұл жерде кәдімгідей балалар өзіне несін келеді, бағана өздеріндегі бутылкаларына келіп, өздерінің суларын құйып алады. Немесе ішкілері келетін болса, осылай басып ішеді. Біздің мектебіміздің ең негізгі ерекшелігінің бірі, бізде сыныпта 18 бала оқиды. Мына біздің домбырасында әр балаға бір домбырадан, Тараз қаласынан арнайы тапсырыспен алдырған домбыраларымыз бар. Домбыра бізде пән ретінде өтіледі. Яғни біздің алдыға қойған мақсатымыз біздегі оқитын барлық бала міндетті түрде бірнеше күй және бірнеше әнді домбырада орындауды үйренеді деген ниеттеміз. Қазіргі жетістігіміз де жаман емес. Өткенде біз бір есеп беру кешін қойдық. Сол кезде біздің оқушылардың қазіргі таңда 50-60% бір-екі күй үйренді. Бұл әлі жалғасады. 2-3 жылда Мұрат Зияткерлік мектебіндегі оқыған баланың барлығы домбыраның құлағында ойнайды деген мақсатымыз бар. Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымызда мынау кафельдің қыры өткір қылыш сияқты болады, балалар құлап жарақаттанып қалмасын деген ниетпен барлық лестницаларға толыққанды кілем төсеп қойған. Мен сіздерге қазіргі бір сыныпты көрсетейік. Бұл бізде қай сынып? 3Б сыныпта қай сабақ болып жатыр? Ментальды арифметиканың сабақ болып жатыр. Әрбір балаға арналып ментальды арифметиканың осындай құрал жабдықтарымен жабдықталған, және мұғалімнің өзінің ментальды арифметикасының жабдығы бар. Ментальды арифметика негізі 4 және 16 жас арасындағы балаларда үйретіледі. Бұл есте сақтау қабілетін, сонымен қатар балалардың жылдам ойлауын, жылдам есептеуін дамытуға өз септігін тигізетін болады. Бұл екі әдіс арқылы есептелінеді. Біреуі осындай абакус атты құрал арқылы есептелінсе, енді бір түрінде балалар ментальды түрде ауызша есептейтін болады. Осы ментальды арифметикадан Шымкентке біз бірінші рет жарысқа бардық. Еш жерде ментальды арифметикаға қатыспаған, өзіміздің мектепке келіп үйренген балалар Шымкентке жарысқа барып, халықаралық жарыстан 2 баламыз бірінші орын, 1 баламыз екінші орын алып келді. Болашақта бізде ментальды арифметикадан халықаралық жарыстар көп. Осы оқушыларымыздың барлығы сол жарыстардан топ жарады деген ойдамын. Біздің мектебіміздегі тағы бір ерекше сабақ бұл мынау робототехнология деген сабақ. Қазір робототехнология деген бұл енді баланың моторика, методикасының дамуы, сонымен қатар мынау заманауи ғылымның бастауы деп айтсақ болады. Сондықтан да біз бұл бірінші жыл болғаннан кейін ең жеңілін алып келдік. Яғни бұл бірінші этабы. Бұл жерде балалар өздерінің фантазияларымен 300-ге жуық бандай роботта машина, бандай неше түрлі нәрселер құрастырады. Мына жерде кәдімгі арнайы планшеттер бар. Осы планшеттегі жасалған жүйеге байланысты оқушыларымыз сұрайды. Неге бұл жерде көріп отырғаныңыздай, қарасаңыздар, мына жерде 10 партамен 10 робототехнологияның жабдықтарын жасадық. Себеп біздегі балалардың саны 18 болғаннан кейін робототехнологиялық жұмыс, командалық жұмыс, әрбір 2 балаға бір планшетпен бір робототехнология ұсынамыз. Сонда көріп тұрыңыздар, міне әр қайсында жеке-жекеден қалыптасқан. Яғни біздегі сыныпқа келген кезде бір бала бүйтіп мынандай құрылғы жетпей қалды деп отырмайды. Әр екіден бір сабақта 90 минут бойы аптасынан бір рет осындай робот құрастыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл біздің асханамызда міне көріп тұрсыздар, тазалықта бізде тазалық өте жоғарғы деңгейде. Мына бөлігі бізде тамақ жасайтын бөлік, яғни бізде тамақ жасайтын бөлік кәдімгі стандартқа сай пештермен, газбен барлығымен қамтамасыз етілген электронды. Келесі мына жерде бізде тамақты мына жақтан алып шығады. 100 балаға арналған асханамыз бар. Яғни бұл жерде 2 уақыт тамақ беріледі. Бізде байқағаныңызда бізде буфет деген нәрсе жоқ. Және екінші ерекшелігі бізде телефон ұсталмайды.
таңғы сағат 9-да келіп кеш сағат 5-ке дейін мүлдем телефон қолданбайды. Және бізде буфет қоймайды, себебі ештеңе сатылмайды. Яғни шоколад, кола, махи чай деген сияқты нелер сатылмайды. Балалар біздің өзіміздің жасаған бағандай диетический тамақ дейді ғой, мемлекет рұқсат берген тамақтармен тамақтандырамыз. Сосын тағы да бір айта кететін осы жерде ерекшелік, бізде керек десеңіз, мына балалардың туған күндері, тағы бір нәрселер болған кезде, іс-шаралар болған кезде біз сырттан мүлдем тамақ алып келмейміз. Бұл біздің мектебіміздің басты қағидаты, яғни бала азаннан кешке дұрыс тамақтану керек және телефонсыз мектеп.